Барлықтарыңызға сәлем құрметті менің көрермендерім. Қалдарыңыз қалай? Ауламнан сіздерге видеомды бастап тұрмын. Қазір дүкенге барамын. Қараңыздаршы, бетімді қалай тырнап алды кішкентай қызым. Бізде жақында той болды. Тойға бардық, оған дайындалдық бірнеше күн. Оның алдында тұмаулаттық, қатты жөтелдік. Содан мен видео түсіре алмай қалдым. Ұзақ уақыт болып кетті. Содан бүкіл семьямызбен кішкене тұмаулатып, жөтелдік. Бір жаман жөтел, тамақты осылай жыбырлататын жөтел бар ғой. Сонда жөтел тиіп алып кетпей. Енді знаете что? Мен сіздерге беретін советім, егер тұмау басталып келе жатса, сразу гроприносиннен бастап, емдеп бастасаңыздар, жөтелге де жеткізбейсіздер, тамақтарыңыз да ауырмайды. Солай істеу керек екен. Біз мысалы үлкендер гроприносинмен емделді. Енді айта берейінші, ол реклама емес қой. Жай енді сөйтіп бөлісіп жатырмын. Гроприносинмен емделдікті 2 таблеткадан 3 рет іштік. Сонда бір күнде 6 таблетка ішесіздер. И сол өте жақсы көмектеседі. Ешқандай еш нәрсенің басқа қажет жоқ екен. Мен мысалы от кашля жөтелге қарсы да шәсе ішкен жоқпын. Сол тек қана сонымен сөйтіп жазылып шықтық. Мысалы қызымдікі енді басталып жатты да, соған басталғаннан сол дәріні бердім. Сол 2 рет 2 штуктан 2 данадан. Маған мына жақта айтып жатыр да адамдар, сен қазақша влог түсіресің, неге қазақша сөйлемейсің? Таза қазақша сөйлеу маған өте қиын. Айтып кетейін, шынында. Арасында орысша сөздер менде кетіп қалады. Оған кешірім сұраймын, но жөнделуге тырысамын. Сонымен қызым сөйтіп біз сияқты ішіп жатыр, күніне 6 данадан, және жақсы болып қалды. Ешқандай жөтел де басталған жоқ. Міне жақсы болып қалды. Басында мұрны бітелген, біресе бұдан мұрны, біресе мынау. Сөйтіп басталды да, көзі кішкене жасаурап. Қазір жақсы. Сондықтан да сол мен тек түсірмеген себебім өзі ол тұмау. Білмеймін, мен біздің кішкене осындай стрессовый состояние болдық па, кішкентайлар да ауырды. Сосын ешқандай түсіргім де келген жоқ. Сөйтіп мен ұзақ күн түсірмей қалдым. Бірақ сіздерге айтатыным рахмет, видеоларды көріп жатырсыздар, каналымызға жазылып жатырсыздар. Рахмет үлкен сіздерге. Ал қазір мен неге далада жүрмін деп сұрайсаңыздар, мен қазір дүкенге бара жатырмын. Үйде сүт бітіп қалды. Кішкентайларыма талқан істеймін мен азанда. Сол талқандарына жасап берейін десем, сүтім жоқ. Кішкене кофе іше қойын десем, тойдан кейін қатты шаршап қалыппыз да. Әлі 2-ші күн, бүгін уже әлі сол біртүрлі болып ұйқымыз келіп сөйтіп жүрді. Содан деген кофе ішу керек сияқты. Қазір кофені де жасаған көрсем. Кофеға енді біз осылай танысып жатырмыз, бір-бірімізді деп. Кофе бізге ұнап жатыр. Бірақ оны енді шайдың орнын баспайды әрине. Так кофені ішіп тұруға болады екен. Сонымен қазір мен сізге дүкенді көрсетемін. Бәріміз бірге көрейік енді ауылдың дүкендері, біздің ауылдың дүкені қандай екен, қаншалықты әртүрлі заттар сатады екен көрсетемін сіздерге. Жалпы мен магазинге барған ұнатамын, өткен мен қазір енді үйде балалармен отырмын, магазинге бару ол мен үшін біртүрлі андай релакс. Не то что релакс, просто далаға шығу, үйден шығу маған релакс. Сондықтан да мен магазинге барғанды ұнатамын. Жүріңіздер, біз сіздерге де көрсетіп жіберейін, бізде өзі ауылда не сатады екенін, қандай сүт алады екенін, мүмкін сіздерге қызық болатын шығар. Кеттік. Ал достар, мен магазиндемін. Қазір сүтке бара жатырмын. Магазин біздің мынау супермаркет сияқты, ең керекті заттардың барлығы бар. Так, сүттер, міне тұр сүттер. Так, маған 3 литр керек. 3 литр керек маған. Осы екен ала салайын. Опа. Жалпы магазиніміз бізде отделдерге бөлінген. Мына жерде сүтті, мына жерде май, сүт сатады, мына жерде пельмешки, мына жерде сусындар, мынау рядта
көріп тұрсыздар, макарон және ұн. Мына жақта әртүрлі крупа және макарон. Мына жерде мысалы, міне көріп тұрғандарыңыздай, ана жақтан печнайдан басталады да, мына жерден диеталық заттардан аяқталады. Мына жер бізде тек қана чай мен кофе. Жалпы кофе біздің ауылда арзан екен, білесіздер ма? Арзан болғанда қатты емес, бірақ ауылдық аймақ болса да кофенің түрі бар. Біз қазір мынаны ішіп жатырмыз, по-восточному жакейді. Енді айтып тұрмын ғой, енді үйреніп жатырмыз, әлі кофенің түрін, әртүрлі дәмдерін әлі көп біле бермейміз, бірақ кофе жақсы екен, шынымен де. Мынандай кофе бар екен. Жарайды, кофе көрсетпей қойын. Тағы да келесі рядқа көрсетейін, келесі рядта не бар екен. Жалпылама көресіздер, иә? Мына жақта бізде конфетки, ана жағында печеньки, мына жерде барлығы конфет, мына жақ тәтті нәрселер сатады. Айтпақшы, мына жерде мынандай крендель бар екен. Көрейік қазір. Ішінде пальма майы жоқ болса, жоқ бар екен. Пальма майы жоқ болса, мен алатын едім, бірақ ол бар екен. Мына жақта мысалы бытовая химия жақ екен. Мына жерде әртүрлі бытовая химия жайлы айтпақшы, үйді жинайтын нәрселерді мен сіздерге бір күні отдельный видео қылып шығарамын, иә? Бөлек видео қылып. Мына жерде бізде памперстер бар. Мысалы, мама знает, сіздерде қанша тұрады бізде? Мына жерде осы магазинде 7100 тұрады екен, үлкен пачкасы. Бірақ мен сізге айтып тұрмын ғой, бір күшті бізде магазин бар, соның обзорын тағы да түсіремін. Сол кезде шок болатын шығарсыздар біздің осы ауылдың бағаларына. И мына жерде жаңағы анау заттар, үйге керекті, мына жақта ойыншықтар бар. И міне көріп тұрсыздар ғой, мынадан бастап ана жаққа дейін әртүрлі сок, сусындар, короче. Және де мына жақты көрсетіп кетейін. Мына жақ біткен соң бізде, міне, көрдіңіздер ме, бүкіл жерде Қазақстанның флагы, иә, туы. Міне, осындай. Красота. Вот такие вот. Және де міне, ұн да бар ғой мұнда. Ұн әртүрлі. Көрсете салайын, қанша тұрады екен. Міне, қалай, қымбат па бізде? Міне, бізде 25 килограмм алып қоямыз көбінесе. Және күріштің де сондай. Сосын мына жақта мұндай нәрселер бар. Сухофруктылар. Көрсіз? Мына жерде бізде килограммен сатып алатын заттар бар, бірақ попкорн бар еді, әлі жоқ. Сонысы болмай тұр, әйтпесе барлығы бар. Макарон қанша тұратын білесіздер ма бізде? Макарон бізде килограммы 600 теңге екен. Бүкіл макаронға. Жақсы цена, жақсы баға. Мына жерде бізде кішкене ғана салатики, малатики. Бытыс болып кетіп тұры. Мына жерде мен тағы да мындай аджика алу керекпін. Аджика острая. Жоқ қой. Осы компанияның, Мастерканның аджикасын алып жүретінбіз, бірақ ол жоқ екен. Кеше бір магазиннен көріп едім, 900 теңге болып кетіпті. Қымбаттап кеткен екен ол жақта, бірақ мына жерде 670 теңге тұғын. Бірақ ол бітіп қапты. Жалпы көп нәрсені алып кеткен сияқты адамдар. Ол аджикамыз да жоқ, мына жақта самсамыз бар еді, ол да жоқ. Міне, осындай магазин. Май 1000 теңгеден басталады екен. 1050 теңгеден. Алина, маслозавод. Солай, достар. Майға, келекші майға. Бізде майдікі мынандай, қараңыздарда. Жарты килограмм 3500 дейді, крестьянская. Талас сүт дейді, топленое масло. Жеп көргенбіз, болады. 1750 арзан. Міне тұрғын топленое масло. Тұр сап-сары болып. Так, мына жақта қандай? Новый день дейді, 82%. Мынау ғой, кішкентай майы 1800 теңге екен. Мынандай майлар, традиционный сары майлар 2000 теңгеден 250 грамм.
Сондай сары майлар. Мына жерде айран бізде 1 литрі 550 теңге. Біз мысалы сүтке заказ бергенде 500 теңгеден алатынбыз, айран 500 теңге, көруге болады екен. Біз мысалы айранның мынандайсын ішеміз, мына жақта бар еді, міне адал немесе молочный мирді ішеміз. Балалар сондай айран жақсы көреді да, ішінде андай барлығы бір не сияқты да, андай біркелкі да. Так, міне. Так, мына жақта не қызық бар. Кейде бір қызықты, басқаша бір продуктылар болса мен алып кетемін. Соған қарап жатқаным ғой сіздермен бірге. Колбаса біз жемейміз өкінішке орай. Так. Ода достар. Нан бізде өзімізде, апа жасайды нанды. Сондықтан нанды алмаймын. Солай, достарики мои. Болды, мен кеттім. Аджика алайын девем, ол жоқ екен. Мына жерде сүттерімді қойып қойғам. Осы 2 сүтімді алып, мен үйге қарай барамын. Міне достар, мен мына жақта 30 жұмыртқа алдым, және де мынандай жаңағы сүттерімді алдым. Сүттерім менің үлкен 2 литрлігі 1010 теңге болды. Ал мынау 1,5 литрлігі 810 теңге болды. Міне кеңіз достар. Барлығы менде 4200 ба, 4100 ба, сондай болды. Қараңыздар қандай таулар, красивые. Үйге келіп сүтімді қайнатуға қойып қойдым. Қайнатқанда қайнаған соң 10 минуттай тағы да жай отта қайнатамын. Сосын дайын болады. Егер де бұл сүт ашып кеткен болса, жаңа сатушыдан сұрап көрдім, қайтарып беруге болады. Қайтарып беріп, өзімнің ақшамды қайтарып аламын. Сізде де практикаларыңыз сондай болды ма? Мен мысалы кезінде Магнумнан алған сүттерімді ашып кететті, кейде адал. Соны қайтарып беретінмін. Ақшамды қайтарып беретінмін, без проблем. Ең бастысы ерінбей барып, сол магазинге қайттан барып шағымдану сол. Ал достар, міне сүт бізде қайнатылды, банкілерге құйылды. Қазір бұларды мен холодильникке салып қоямын, тоңазытқышқа. Жалпы өзі азанғы тамаққа, азанғы шайға, азанғы кофеге уже 1,5 литрда кетіп қалды. Мынау қалған сүт. Жалпы бізде үйде сүт үзілмейді. Осы тұрмысқа шыққалы бірінші жыл сүт ішпеген шығармын, но үлкен қызым туылғалы біздің үйде сүт үзілмейді, шынымды айтайын. Қалада тұрған кезімізде мен Амиран, Адал деген сүттерді алып қоятынмын. Өйткені кашаларды сүтке жасаймыз, балаларға айранды сүтпен жасап береміз, және осы жаққа келгелі, осы ауылға көшкелі уже 3 жылдай болып қалды. Біз қолдың сүтін алып жүрміз. Өте күшті, өте кайфно, знаете. Қолдың сүті, конечно, кішкене қымбаттау. Хотя Адал мен қолдың сүті екеуінің бағасы бірдей сияқты, Бізде мысалы ауылда 550 теңге тұрады 1 литрі. Және кейде біз ауылға барған кезде, күйеуімнің ауылында жаңағындай сүтті күйеуім жақтан ауылда сиыр ұстайтын туыстар өте көп, сондықтан да сол кісілерден сүтті осылай көп қылып алып морозилькаге салып қоямыз, сосын сөйтіп алып кететін тұғымыз қалаға. Ал былай енді ол сүт біткен соң біз осы ауылдан әр магазин сатады бізде. Өйткені бізде сиыр ұстайтын адамдар көп та осы ауылда, сол кісілер магазиндерге өткізіп тұрады, сол жақтан ел алады. Сүттерінің барлықтары жақсы, сондай, знаете, өте сондай майлығы жақсы. Сонымен сүт үзілмейді бізде. Үзілмейді. Мысалы мен 3,5 литр алып келдім, ол бізге 2 күнге жететін шығар енді. Көп болса, атак 1,5 күнде де бітіп қалуы мүмкін. Блинчик жасайды үлкен қызым, кейде кофені бір емес 2 рет ішеміз, кофеді сүттің жауы екен, көп кетеді екен, мен білмеймін, мен сөйтіп жасайын ба кофені, әйтеуір. Жартысы кофе болса, жартысы жаңа кружканың сүт болады. Сосын балалардың кашалары бар, талқандары бар, барлығын қосқанда, короче, кәдімгідей кетеді. Тағы да оның үстіне бізде адам көп үйде, Аллаға шүкір, соның барлығы сүтпен шай ішеді, бізде барлығы сүтпен шай ішеді. Сондықтан да сүт бізде прям нарасқат тез кетіп қалады, және де жақсы енді сүт бізге пока ұнап тұр. Кезінде мен осы 1 жыл бұрын қатты көп айрандар істейтін тұғынмын, қазір уже перестала, білмеймін, кейде бір
чересчур көп істеп кетемін да, кейде бір вообще істемей қоямын. Сондай бір от крайности дей ма, қалай сол сияқты болып кетті менде. Қазір айранды істемеймін, йогуртты істемейтін болдым, хотя 2 йогурт нетсам да үйде тұр. Знаете, вот кейде болады ғой сондай ешнәрсе істегім келмейтін ше, осындай бір состояние болады ғой, депрессивный состояние деп айтса да болады. Сол менде осы көп болды, видео шығармай кеттім, 1,5 аптадай болды ау деймін. Біз тымауладық, сосын тойға дайындалдық, сосын той болды. Енді қазір міне есімізді жиып жатырмыз. Міне 2-ші күн болды тойдың біткеніне. И қазір ғана көзімізді ашып, уже болды ютубпен айналысу керек деп мен міне қолыма камераны алып отырмын. Ал достар, міне сүттің историясы, мини историясы. Короче говоря, сүт прям күшті нәрсе. Кейде мен сүтпен творог жасаймыз. Ну, творогты специально жасамаймыз, кейде сүт ашып кетеді ғой. Сол кезде творог болады ғой, сондай творог жасап қоямыз. Оны қалай, кім қалай дейді, енді біреулер ірімшік дейді, біреулер творог дейді. Сондай ашыған кезде сондай бір творог па, ірімшік па, сондай жасап қоямыз бір сөзбен. А так ашымаса осылай ғана сүтті тұтынамыз. Сүт бізде нан сияқты. Сүт бізде болу керек, сүтсіз, прям, знаете, как будто үйде нан жоқ сияқты, бір нәрсе жетіспей тұрған сияқты болады бізде. Алдында осы 1 жыл бұрын, 1 жыл бойы, даже 1 жылдан аса, біз бір шаруашылықтан заказ беріп тұратынбыз, 5 литрден алып тұратынмын мен. Ол 5 литр маған где-то бір 3 күнге жететін. Кейде йогурт жасаған кезде тіпті мен 10 литрдан 3 күнге ғана жеткізетін, сосын қайтадан алдыратынмын. Солай. Короче говоря, сүт біздің екінші нанымыз десек те болады, иә, сұйық түрінде. Ал достар, сіздерге видео ұнаса, онда маған лайк қойып қойыңыздаршы. Мен деген, осы, знаете, ютубты жүргізу, енді қазірше маған, енді, знаете, ол үшін маған бір специально осылай дайындалып түсіру керек. Енді Алла қаласа, кішкенеден кейін қолыма камераны алып, сразу осындай автоматизмға дейін кетіп қалар. А қазірше маған кәдімгідей жұмыс, кәдімгідей уақыт алады, монтаждың өзі. Сондықтан да егер сіздерге ұнап жатса, маған өтініш лайк қойып қойыңыздаршы. Егер видеоларымыздың барлығы ұнап жатса, онда біздің каналға жазылып қойыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып қойыңыздар. Алда тағы да көп видеолар түсіріледі, Алла қаласа. Сіздерге үлкен рахмет дегім келіп тұр. Жазылып жатқандарыңызға да, лайк қойып жатқаныңызға, комментарий. Мен ойлаған жоқпын соншалықты тез, иә, осы канал осылай уже 300 бір нәрсе, қанша 320 адам ба, сондай жиналып қойыпты. Аллаға шүкір деп жатырмын. Сіздерге үлкен рахмет. Және солай көбейе берсін деп тілегім келіп тұр өзіме. Жарайды достар, пока-пока. Сіздерге барлық жақсылықтарды тілеймін. Біздің каналымыз сіздермен бірге.